Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? Бұл жобада қазақ тілін базалық деңгейде үйренетін боламыз. Бүгін сіздермен адамның мінезі мен сырт келбетін сипаттауды үйренеміз. Екінші сабақ: мен қандаймын. Ендеше жаңа сөздермен танысайық. Менімен қайталаңыздар. Жаңа сөздер: ақылды, умный, сабырлы, спокойный, көңілді, веселый, uzun бойлы, высокий, сұлу, красивый, мейірімді, добрый, ұялшақ, стеснительный, белсенді, активный. Диалогты мұқият тыңдаңыз. Сен қандай адамсың? Мен сабырлы әрі мейірімдімін. Керемет, сенің бойың ұзын екен. Рахмет, ал сен өте көңілді қызсың. Көп рахмет. Сұхбатқа қатысты тапсырманы орындайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Мен әрі мейірімдімін. Мен сабырлы әрі мейірімдімін. Сен өте қызсың. Сен өте көңілді қызсың. Сенің бойың екен. Сенің бойың ұзын екен. Мәтінді оқыңыз. Мәтінге байланысты тапсырманы орындайық. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.